қаланың әкімі естіп жатсыз, ауданның әкімі естіп жатсыз, сіздер жол жасаған кезде, жаяу жүргіншілер жолдарын саласыздар, үлкен жолдарды саласыздар. Міндетті түрде алдын ала адамда жоспар болу керек қой. Осы мекемелердің бәрін шақырып алу керек, ауданда да қалада. Водоканал бар, жылу орталығы бар, крек бар, Қазтелеком бар. Сіздердің астарыңызда линияларыңыз бар ма осы жолдың астында? Нелеріңіз бар, сеттеріңіз бар ма? Қашан оны ауыстырасыздар, болмаса қашан жөнделіп еді? Ертең маған алдағы 5 жылдың ішінде, реті келсе 10 жылдың ішінде мынаны қазам, болмаса ауыстырам деп айтпаңыздар. Қазір алдын ала осының бәрін жасап алыңыздар деп айту керек. Барлығынан керек па, қағаз жүзінде алып алыңыз соның бәрін. Мен осыны 5 жылға дейін или 10 жылға дейін қазбаймын. Кем дегенде 5 жыл. Содан кейін бар жол жасау керек. Ал енді биыл жол жасап, ертеңгі жыл қайттан қазып, оның ішінен жаңа жылу жүйелерін жүргізіп жатсақ, халық біріншіден түсінбейді, ол халықтың қаражаты ғой, обалға былай айтқанда. Кезінде болған, Абай көшесін жасап қойдық, 2 жылдан кейін келді механизатор. Білесің ғой, медицин соны. Қазамыз деп. Ол өзден демеген алдында біз айтты, қазбайсың қалайда. Тротуармен жүргіздік, тротуарды жаңадан салды, ана үйлердің алдынан. Ештеңке де болмайды орда. Ол енді жаңадан салынған нәрсе 30 жылға дейін ештеңке болмайды. Болса, кішкентай ахуалдар, апаттар жасайды сол дер кезінде. Сондықтан жасалған жолға тиіспеу керек. Оны білесіздер, тәжірибелерің бар, ол орнына келмейді, қанша жақсы жасағанмен.